Сәлем достар, бүгін біз тексттің артқы фонына фото қоюды үйренеміз. Ол үшін бізге PowerPoint бағдарламасы қажет болады. PowerPoint-тан жаңадан бет ашып, таза бетке керек фотомызды іздейміз. Google-дың лупа батырмасын басып, фон деп жазып іздейміз. Сол жердегі өзімізге ұнаған фотоның бірін таңдаймыз. Мен бұлна жерде фон узор деп жаздым. Және де картинкеге кіріп, өзімізге қажет фотоны таңдаймыз. Маған осы фото ұнады. Әдемі көрінеді екен. Сіздер өз қалауларыңызша таңдауларыңызға болады әрине. Фотоның үстінен басып, копировать картинку басамыз. Және де PowerPoint-қа келіп, вставить деп басамыз. Және де мына жерде фотоның размері үлкейіп кетті. Ол үшін кішірейтеміз масштабынан, кішірейтеміз. Масштаб кіші болған сайын біздің жұмыс істеуімізге ыңғайлы болады. Осы фотомызды центрге апарамыз. Және де бізге жазу үшін вставка бөліміне кіріп, Word арттан А біріншісін таңдаймыз. Және де мына жерге қажетті текстімізді жазамыз. Мен үлгі ретінде қазақтың төл әрпі бар сөзді алдым, яғни тіркел деген сөзді жазуды дұрыс көрдім. Текст жазып болғаннан кейін, оның үстінен баса отыра шрифтін өзгертеміз. Мына жерде өзіңізге қалаған шрифті таңдауыңызға болады. Қазақ әрпі болғандықтан көптеген шрифттер таңдауға келмейді. Себебі қазақ әріптері қабылдамай қояды. Ең ескеретін жайт, тексттің шрифтін дұрыс таңдаңыздар. Себебі ең соңында таңдау мүмкіндігі болмайды. Тексттің размерін өздеріңіздің қалауларыңызша өзгертесіздер. Маған үлкен болған ұнайды. Және де мен мына жерде әлі де аяқтамаппын таңдауды шрифтті. Және де жирный қылдырамыз. Текстті жирный қылдырған сайын фото әдемі көрінетін болады. Ұмытпаңыздар. Мен мінекей таңдадым шрифтті. Енді фотоның размері мен тексттің размерін бір-біріне сай етіп келтіреміз. Егер де сіздердің фотоларыңыз тексттің алдына шығып кетіп жатса, фотоның үстінен басып, задний план дегенді басамыз. Фотомыздың үстін басып, шрифт кнопкасын басамыз. Және де жоғарыда формат сары, розовый форматтар шықты. Соның сары формат таңдаймыз. Және де объединить фигурыйды басамыз. Соның ішінде пересечение деген кнопкасын басамыз. Вуаля, мінекей дайын болды. Текстке артына фотоны енгіздік. Бұл текст енді фотоға айналды. Размер мен шрифтті өзгерте алмаймыз. Сіздерге басынан бастап көрсетейін. Ханша ТВ арнасына тіркел.